Сәлеметсіңдер ме балалар? Сабаққа дайынбыз ба? Әліппе сабағын бастаймыз. Балалар, бүгін біздің өтетін әріпіміз өте ерекше. Неге дейсіңдер ме? Онда сабағымызды ары қарай қараңдар. Балалар, қараңдаршы, егер екі қаламсапты алып, мен екі қаламсапты бұлай қойсам, бұл әріпке ұқсай ма? Я, қандай әріпке ұқсайды деп ойлайсыңдар? А әрпіне ұқсайды, бірақ ортасында сызықшасы жоқ. Сонда бұл А әрпі емес. Сонда қандай әріп екен? Балалар, бұл Л әрпі. Қайталаймыз. Л. Жақсы балалар. Л. Мен қаламсаппен жасадым. Енді балалар, кәне Л әрпін біз әдемілеп жазайықшы. Дәл А әрпі сияқты төменнен жоғары қарай бір сызықсамыз, және төмен қарай бір түзу сызықсамыз. Бұл Л әрпінің бас әрпі. Енді дәл осылай кіші әрпін жазамыз. Балалар, енді кәне ауаға жазып көрейікші. Кәне қолымызды түзу ұстаймыз, қаламсапты дұрыстап ұстаймыз, қолымызды жоғары көтереміз. Кәне, ең бірінші төменнен жоғары қарай бір сызық. Енді жоғарыдан төмен қарай бір түзу сызық және қайырамыз. Бұл бас әрпі. Енді дәл осы кіші әрпі жазайық ауаға. Дайынбыз ба? Бастаймыз. Кәне жоғары қарай бір сызық, төмен қарай тағы да бір сызық сызамыз да қайырамыз. Өте жақсы. Балалар, бұл Л әрпінің жазбаша түрі, ал сендердің кітаптарыңда баспа түрі жазылған. Балалар, енді Л дыбысы қандай дыбыс? Кәне, бәріміз бірге айтып көрейікші. Л. Біз қалай айттық? Созып айттық па? Жоқ, біз қысқа ғана айттық. Кәне, сонда Л дыбысы қандай дыбыс? Дауыссыз. Дұрыс айтасыңдар. Дауыссыз дыбыс болғандықтан біз оны көк түспен белгілейміз. Жақсы. Енді балалар, кәне Л әрпінен басталатын немесе Л әрпі бар сөздерге қарайықшы. Мысалы, мына бірінші тұрған суретті не көріп тұрмыз? Ешкінің төлін не деп айтамыз? Лақ. Кәне, бірге айтамыз. Лақ. Л әрпі сөздің басында тұр. Л. Келесі әріп. Қандай дыбыс естіріз балар? Лақ. А дыбысы, яғни А әрпін жазамыз. А дауысты дыбыс. Соңында Қ. Лақ. Қ дауыссыз дыбыс. Сондықтан мен оны көк түспен белгілеймін. Балар, қанша әріп бар екен лақ деген сөзде? Үш әріп. Неше дыбыс бар екен? Үш дыбыс. Лақ. Неше буын? Бір буын. Сондықтан бізде бір дауысты дыбыс. Өте жақсы. Балар, енді аюдың ең жақсы көретін тағамы, аралар жасайтын тағам. Ол не бізде балар? Бал. Дұрыс айтасыр. Мына бір ыдыста бал бар екен. Кәне, бал. Бірінші қандай дыбыс естіп тұрмыз? Б. Ол дауыссыз дыбыс. Сондықтан көк түспен белгілеймін. Екінші, бал. Қандай дыбыс естіп тұрмыз? А. А әрпін жазамын. А әрпін балар, мен бас әрпін жаздым ба, әлде кіші әрпін жаздым ба? Дұрыс айтасың, бұл кіші әрпі. Бал. Соңында қандай дыбыс? Л. Яғни Л әрпін жазамын. Л дауыссыз дыбыс, сондықтан көк түспен жаздым. Балалар, қараңдар. Лақ деген сөзде Л сөздің басында жазылып тұр. Ал бал деген сөзде сөздің соңында жазылып тұр. Келесі суретке қараңдар. Бұл бізде балға. Балға. Өте жақсы. Менімен бірге қайталап айтып отырсыңдар ма? Жарайсыңдар. Кәне, Б бізде қандай дыбыс? Дауыссыз дыбыс. Сондықтан мен көк түспен белгілеймін. Ба. Бұдан кейін А естіліп тұр, яғни А әрпін жазамын. Бал. Л әрпін жазамын.
Ғы, балға. Ғы бізде дауыссыз дыбыс, сондықтан көк түспен белгілеймін. Балға соңында қандай әріппен аяқталып тұр? А. А дыбысы дауысты дыбыс. Енді қараңдаршы. Л сөздің басында да кездеседі екен. Буынның соңында да кездеседі екен. Және сөздің ортасында да Л әрпі кездеседі екен. Енді балға деген сөзде неше әріп бар? 5 әріп бар екен. Неше дыбыс бар? 5 дыбыс бар. Неше дауысты дыбыс? 2. Сонда неше буын бар бізде? 2 буын бар. Өте жақсы. Енді балалар, кәне, біз сендермен өткен А, Р, Л дыбыстары әрпімен жазылған сөздерді оқып үйренейікші. Дайынбыз ба? Ал бастаймыз. Бірінші бізде, кәне, 2 әріптен тұратын сөз. А, Л. Бірге қосып айтамыз. Ал. Келесі А, Р, А. А, Ра. Ара. Келесі А, Ла. Ала. А, Лар. Қосып айтамыз. Алар. Келесі сөзді оқиық. А, Рал. Арал. А, Ра, Ла. Балалар, неше буын бар? Қараңдаршы. А, Ра, Ла. 3 буын бар. Яғни 3 буынға бөліп, сол буындарды қосып айтуымыз керек. Арала. Енді кәне балалар, осы сөздермен бір сөйлем құрастырып көрейік. Ал деген сөз. Кәне, кітапты ал. Ара. Біз білетін, жәндігіміз ара. Ара ұшып жүр. Немесе ағашты арала. Ала. Ала түсті жылқы. Жақсы. Арал. Арал. Қандай балалар сөз құрасақ бол? Арал дегеніміз өзі не еді балалар? Яғни бір жеке шағын ғана жер. Мұхиттардың, теңіздердің жағасындағы жерді арал дейді екенбіз. Өте жақсы. Енді балалар, осы Л әрпі көп кездесетін сөздері бар бір жаңылтпаш айтайын. Сендер менен кейін соны қайталаңдар. Жарай ма? Алма, алма, бал ал, жая алма, жал ал. Ал, қайталаймыз. Алма, алма, бал ал, жая алма, жал ал. Өте жақсы. Балдар, жаңылтпаш айтып, тілдеріңді жаттықтыра беріңдер. Жарайсыңдар балалар. Енді кәне бүгін біз өткен дыбыс пен әріпті тағы да қайталайық. Л. Қайталаймыз. Л. Ол дауыссыз дыбыс. Л дыбысы буынның басында, ортасында, аяғында да кездесе береді. Л әрпінің жазылуы бас әрпі, мынау кіші әрпі. Жақсы. Жарайсыңдар балалар. Бүгінгі тақырыпты өте жақсы түсіндіңдер деп ойлаймын. Келесі кездескенше сау болыңдар. Сендермен болған мен Айдана Рысбекқызы. Оқуға, білімге құштар болыңдар. Жарайды ма?